Байланыста таңғурай, бүгін жынмен әмпәй жаймай болған жазушы әйел туралы жалпық тілде айтып беремін. Можно один вопрос? Как вы оказались в моей бутылке? Жазушы Алителий Банни Турцияда болатын кезекті әдебиет жайлы конференцияға ұшып бара жатты. Өз жұмысына жан-тәнімен берілген жазушы жолда бір әңгімесін аяқтайды. Әуежайда Алителийде кезекті галлюцинация көрінеді. Мұндай жазушы қиялға беріліп кеткенде жиі орын алатын. Көп жылдар ішінде бұл жағдайға көндігіп те қалған еді. Сонда да әйел достарынан жанында кішкентай ер адамды көрмеді ме екен деп сұрайды. Алителий мыңдаған жиналған адамдар алдында сөз сөйлеп, кезекті бір қиялының жемісін көргенде есінен танып қалады. Достары уайымдайды, бірақ әйел бұл бірінші рет еместігін түсіндіреді. Кішкене бой сергіту үшін Алителий Турцияның базарына келеді. Базардың вайбы, сувенирлер лезде көздің жауын алады. Дүкендердің бірінде әйел бір түрлі айна бөтелкеге қызығып қалады. Сатушы мен достары басқасын ұсынғанына қарамастан әйел таңдауын өзгертпейді. Бөтелке келген күйі үстел үстінде қалады. Тек жуынып, таңғы ас тапсырыс берген соң Алителий сувениріне мән беріп қарай бастайды. Қақпағы ашылмай күйдірген соң әйел тіс щеткасымен тазалауды шешеді. Қақпақты ақыра ашқан соң таңғаларлық дүние орын алады. Бөтелкеден бүкір қонақ үй бөлмесіне таралған қызыл түтін тарайды. Ал түтін таралғанда Алителий үлкен аяқтарды көреді. Ақырындап Алителий қонақ бөлмеге шығып, онда үлкен қара нәсілді ер адамды көреді. Әйел артқа бұрылып ер адамға 3-ке санаған соң жоғалып кетуді бұйырады. 1-3-ке дейін санаса да, 10-ға дейін санаса да, ер адам жоғалмайды. Ол Алителиймен сөйлескісі келеді, бірақ оның тілін әйел түсінбейтін. Бірақ жазушы өзін жоғалтпай болып жатқан жағдайды бір саяхат деп қабылдайды. Номер есігі қағылады. Әйел тапсырыс берген таңғы асын алуға кетіп қалады. Ал ол қайтып келгенде жын адамға келетін көлем алып, ендігі ағылшынша білетін. Жын өзінің ханымына шығыс тәттілерін ұсынып, 3 тілегі барын түсіндіреді. Бірақ кейбір ережелер бар, ол шексіз өмір, барлық күнәларын кешіру сияқты заттарды тілей алмайтын. Алителий әңгімесін бала кезінде қыздарға арналған жабық интернатта оқыған кезде қияли досы болғанын айтумен бастайды. Алайда есінен алжасып жатқанын байқап, қыздан құтылу үшін бәрін жасапты. Бірақ жын әлі осында, сондықтан Алителий алдында шынайы кейіпкер тұрғанын анық білетін. Жын тезірек тілектерін айтуды өтінеді, бірақ әдеби тәжірибесі бар әйел асықпауды жөн көрді. Ол оқыған кітаптарды соңында жағдай жын немесе оның мырзасы үшін аянышты аяқталған болатын. Сондықтан Алителий танысуды, ашық әңгімелерден бастауды жөн көрді және қалай досының сувенирлік бөтелке ішіне тап болғанын сұрады. Ол әңгімелерді ұнататын және оларды қыл қаламды қолына алуға көмектеседі деп санайтын. Барлығы көп ғасырлар алдын басталды. Жын ол кезде еркін адам болатын және шипамен махаббаттық қарым-қатынаста болды. Шварци ханшайым ол да қарапайым адам емес еді. Бұл жынның қарапайым әйелге жеген махаббатының жемісі болатын. Ал басқалардан айырмашылығы аяғында ұзын жүндері бар екен. Патшайымның өмірінде Соломон пайда болғанда жын ғашығынан айырылғанын түсінеді. Ол аяғындағы шаштарды қырып тастады, ал күйеуі патшайым берген тапсырмаларды оңай орындады. Ақыры дегенде шипаның төсегіне жеткен Соломон қарсыласын бөтелкеге қамайды және 2500 мың жылға Қызыл теңіз түбіне жібереді. Жын әңгімесін тоқтатып ханымынан өзі жайлы айтып беруін сұрайды. Бірақ Алителийдің айтары жоқ. Оның балалары, туыстары, жақын достары жоқ еді. Ал кішкене уақыт күйеуі болған жектен тек бір қорап заттар мен жертөлеге жасырылған фото-альбом қалған болатын. Жігіт оны алдап көзіне шөп салған. Содан бері Алителий қарым-қатынас құрмаған, өзін қиялдан туған әдебиет әлеміне арнаған болатын. Әңгіме қайта тілектерге оралады. Алителий бірде бір тілек тілемеуі мүмкін екенін айтады. Мұны естіген жын жынданып, өзі бірнеше жүздеген жылдар уақыт өткізген бөтелкесін сындырып алады. Жын тағы бір әңгіме айтып береді. Ыдыс Қызыл теңіз түбінен тас ретінде шығып, сұлтанның қызметшісі қолына түседі. Ол ханзада өзіне ғашық болып қалғанын қалайтын. Жын байқамай сарай ішіндегі заттарға араласып кетеді. Хюремді таниды. Сұлтандар мен сұлтандар бір-біріне қастандық жасап ауысқанын көреді. Ыдысты алған қыз 2 ақ тілек тілеп үлгереді және ханзадасы билікті алам дегенше өмірден озады. Сосын жын жаңа патшаның күңдерінің бірі тазалап жатып плитканы ауарып, ыдысты таппайынша біраз жыл күтіп қалады. Мұнда да жынның жолы болмады. Жауыз қыз ыдысты теңіз түбіне жіберуді тіледі. Мұнда әрине 100 жылдың бірнешеуін өткізді. Алителий аз уақыт ішінде жынды екінші рет жындандырып үлгереді. Оның тілегі ендігі сиқыршыны кезіктірмеу болатын.
Осылайша бақытсыз махаббат жайы кезекті әңгіме басталады. Жын салынған ыдыс қарт саудагердің қолы Зефирдің қолына түседі. Қыз ғажайып ғалым болатын, тіпті до Винчидің өзін шаңында қалдыратын. Жын қуана екі тілегін орындайды. Шексіз мүмкіндік сылап жындар сияқты ұйықтап қабілетін береді. Ежелгі заңдар Зефирге өзі жайлы жар салуға рұқсат бермеді. Ол кезде әйелдердің талантын ешкім мойындамады. Сондықтан барлығын өз бөлмесінде жасыруға мәжбүр болды. Нәтижесінде ол үнемі стресте жүретін. Олардың арасында махаббат оты жаулады. Сондықтан сиқыршы үшінші тілек оларды ажыратып жібереді деп қорықты. Бірақ бұл ең қорқыныштысы емес еді. Ашу үстінде Зефира жынмен кездескенін ұмытуды тілеп жібереді. Ал келесі сәтте ол ыдыс ішінде, ал қыз соңғы керемет апталарын кіммен өткізгенін, кімнен балалары болғысы келетінін білмейтін. Бұл оқиғадан соң Алителий не тілейтінін түсініп, орнынан тұрып тілегін айтады. Ол жыннан оның барлық әйелдері сезінген махаббатты сезінуді өтінеді. Онымен қоймай қоса сиқыршы Шипа мен Зефирді сүйгендей өзін құшқанын қалайды. Ханымының қолынан алып жын тілегін орындайды. Оның құшағында әйел өмірің ең эмоционалды түнін бастан өткізеді және өзін бақытты сезінеді. Сосын жазушы Турциядан қайтып, салқын Лондонға оралатын күн келеді. Алителий жынды өзімен бірге жүруге шақырады. Жын қуана келіседі. Әуежайда Алителий қалтасындағы айна ыдыс үшін қатты қобалжиды. Әйелдің біртүрлі қылығы тексеру қызметкерлерінде күдік оятып, оны тексеруге жібереді. Бірақ барлығы ойдағыдай өтіп, ыдыс жарты әлемді ұшып өтіп жазушының пәтерінен бір-ақ шығады. Олар бірге жаңа өмір бастайды. Күндіз аудиторияда лекция оқып тұрын, жаңа досын студенттер арасында елестетеді. Ал кешке үйге келгенде жынның иелігінде болады. Сиқыршыға Лондон ұнамайды, ол қаланы лас әрі тым шулы деп есептейді. Бірақ мұнда уақытын құр өткізбейді. Өзінің адамдарға көрінбейтінін пайдаланып ауруханаларға, зертханаларға және үлкен спутник тарелкалары бар станцияларды қарап шығады. Осылайша ол болмаған уақытта адамдардың ойлап тапқандарын анықтап зерттеп шығады. Сиқыршы қуана әлемді зерттеп, ханымының лекцияларын, әңгімелерін назар салып тыңдайтын. Жын жасырын жындар әлеміне тап болып, сондағы жындар мен адамдар арасында өткізген күндерін әңгімелеп отыруды армандайтын. Әйел оны өзінің көршілерімен таныстырды. Бірінші олар жынды көрулер үшін шығыс тәттілерімен бөліседі. Алителий ақыры өз жартысын тапқандай болды. Енді өмірінің соңына дейін онымен бірге болатын. Бірақ бір күн үйге оралған соң жазушы жынды таппай дал болады. Қатты уайымдайды және жертөледе ғашығын тауып алып, не болғанын білу үшін екінші тілегін құртады. Сиқыршының беті тасқа ұқсайды, бірақ ол барлығы дұрыс сияқты өзін ұстауға тырысады. Бірақ ғашығымен уақыт өткізбек болғанымен, қылықтары бір жүйеде қателік болған сияқты. Ол заттарды құлатып зорға жүріп тілдерді шатастырып жатты. Оның жағдайын көріп Алителий не болғанын түсінеді. Өзара махаббатқа тілеген тіледі, оны іштей жей бастайды. Себебі күшпен ешкім сүйе алмайды ғой. Әйел өзін қолға алып соңғы тілегін тілеп, жын-жындар әлеміне оралып, абсолютті еркін болуын тілейді. Соңғы күні жазушы сүйіктісінің құшағында өткізеді. Сосын таңертең жалғыз қалғанда заттарын жинап жертөлеге алып барады. Полкаға жектің қасына бүкіл өмірі сақталған жерге алып барады. 3 жыл өте Алителий саябақта отырып өзінің 3000 жыл тілектері атты әңгімесін жазып бітеді. Сөздерден басқа әңгіме ішінде суреттер де бар еді. Жазушы ғашығын есінде сақтап қалғысы келетін бейнемен салып шығады. Нүктесін қойған соң әйел үйіне оралуды шешеді, бірақ соққан жел оны тоқтатады. Алителий 3-ке дейін санайды, бұл жолы да қателеспеді. Бұды ғашығы жын, Алителий өзін жалғыз сезінбес үшін жиі келіп жаңа әңгімелермен бөлісіп тұратын.